Бәріңізге сәлем, құрметті қыз келіншектер. Бүгін бізде мясо по-тайски болады. Міне қызып тұрған майымызға біз пиязымызды турап дайындап, оған салып, жақсылап қуырып аламыз. Негізі осы мясо по-тайскидің интернетте түрлі рецептілері көп. Маған өзіме ұнайтын рецепті осы. Және де бүгін сіздерге осыны көрсетіп бөлісе кетемін. Ал енді пиязымыз қуырылып жатқан кезде етімізді алып турап дайындаймыз. Осылай ұзын қылып кесіп дайындап қойыңыздар. Етімізді турап болған соң пиязымызға салып бірге жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Негізі мясо по-тайскиге әр адам әртүрлі соустар қосады. Менде соус терияки. Маған өзіме осы соус қатты ұнайды. Дәмі өте жақсы, тағамдарға прям жақсы дәм береді. Мені көргендеріңізде уже ішінде қалмағанда прям жақсы дәмі. Одан кейін менде міне приправа для мяса деген бар. Осыны қосып араластырамыз. Сіздерде кез келген бола береді. Қуырдаққа дегенді қоса салсаңыздар болады. Қандай бар, соны қоса беріңіздер. Ал бұдан соң бұл қуырылып жатқан кезде болгарскийімізді алып, турап, дайындап қоямыз. Осылай ұзын қылып турасаңыздар негізі жақсы болады. Жегенде де кішкене үлкендеу, тірлеу болып тұрады да, тәмдірек болады. Ал енді мұнда біздің етіміз уже қуырылып жатыр. Оның үстіне томатымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, пісіріп, қуырып аламыз. Кішкене томатымыз қуырылғанша. Ал бұдан соң үстіне қайнап тұрған суды құясыздар. Құйып, араластырып, бетін 40 минутқа жауып қоясыздар. Ол кезде ет уже пісіп, дайын болып қалады. Ал бұл уақытта біз огурцымызды алып, турап, дайындап қоямыз. Негізі біреулер қосады огурцыды, біреулер қоспайды. Ал мұнда уже етіміз пісіп дайын болып қалды. Оған огурцымызды, болгарскийімізді салып араластырамыз. Кішкене бетін 10 минутқа жауып, тушить етіп қоямыз. Міне менің уже мясо по-тайскиім дайын. Уже салып дайындап қойдым. Міне өте әдемі болып шыққан, дәмі де өте керемет. Ұнап жатса лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.